Көрші. Алла разы болсын, ақи. Осының бір себебін таба алмай жүредім, жақсы болды. Келіншегің қалай? Жұмыста ма? Мектепте мұғалім. Намазда ма өзі? Жоқ әлі. Ақи, намаз оқымайтындардың жағдайын білесің ғой. Тез арада намазға келетін болсын. Әйтпесе ол қатын саған лайық емес. Жақсы, мен жүрейін. Отағасы, үйге жүріңіз, шаршаған боларсыз. Келіншегің намазға тұрды ма? Жоқ. Бейнамаз қатынды қойныңнан шығара алмай жүрсің бе? Талақ бер де, жібере сал. Қайтесің? Жарайды, мен жүрейін. Айтпақшы, осы жұма Аманмұраттың үйінде уағыз болады. Кешікпей кел. Сол жерде некеңді қиямыз. Саған намаз оқитын басқа қатын дайындап қойдық. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Дастан Кенжалиев деген сен бе? Иә. Менің есімім Марат болады. Осы ауылдың санағын жасап жүредім. Үйде қанша адам тұрады? Марат аға? Тоғжан? Сен мұнда қайдан жүрсің? Мен осында тұрмыстамын. Тоғжан екеуміз бір ауылдамыз. Мен әскерге кеткенде жылап қалған. Ол кезде кішкентай қыз болатын. Мен онда шай қоя берейін. Тоғжан жақсы қыз. Тәрбие көрген, ата-анасы да оқыған, елге сыйлы адамдар. Сонша мақтаған қарындасыңыз намазға келмей қойды. Ол да Алланың сынағы ғой. Бұйырған күні келер намазға. Әйел Алланың аманаты деген. Әйеліңнің ақирет үшін алаңдағаның дұрыс әрине. Бірақ намаз оқыма деген деп тастап кетіп жүрме. Оның жүрегіне иман беретін сен емес. Иманды Алла береді. Иә, келсем.
Үйге жүріңіз. Шай дайын болып болған шығар.